Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырыптар қайталанбайтын терулер комбинаториканың негізгі формулалары. Қайталанбайтын терулердің 4 бірдей қасиеті бар. Осы қасиеттер арқылы бүгінгі есептерді шығаратын боламыз. Ең бірінші А деңгейлі есептерді шығарайық. Бірінші есеп С 5-тен 4 комбинаторикасы, яғни формула бойынша жазамыз. 5 факториал бөлінген 4 факториал минус 5 4 факториал. Бұл 5 факториал бөлінген 4 факториал бөлінген 1 факториал. Барлық факториалдарды жазып қысқарту енгіземіз. Сол кезде бізде 5 бөлінген 1 тең болады 5-ке деген есеп шығатын болады. Келесі 5-тен 3. Тура осы сияқты жазып шығамыз формулаға сай. 5 факториалды 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 деп жазсақ, факториалдар қысқарып 4 көбейтілген 5 бөлінген 2 тең болады 10-ға. Келесі С 6-дан 3 факториалды есептейміз. Бұнда тоже самай формулаға сай жазамыз. Содан кейін 6 факториал дегенімізді 3 факториал көбейтілген 4 көбейтілген 5 6 деп жазсақ, 3 факториалдар бір-бірімен қысқарады. 4-тен 5-ке дейінгі көбейтінділер қысқарады. 4 көбейтілген 5-тен 20-ға болады. Ақырғы соңғы есеп С 11-ден 9. Бұл 11 факториал бөлінген 9 факториал 11 минус 9. Бұдан 11 факториал бөлінген 9 минус 2. 9 факториал деп жазып алсақ, кейін қысқарады. Қысқарғаннан кейін 11 көбейтілген 10 бөлінген 2 бізде 55-ке тең болады екен. Келесі 9-да екінші есептер бізде мәтін есептер, яғни терулерге байланысты келтірілген. Бірінші біз 5 қаламның екеуін және 3 карандаштың екеуін таңдау тәсілін табу керекпіз. Қаламның 5-тен екеуін біз С мен жазып аламыз. Сол кезде бізде 5 факториал бөлінген 2 факториал 5 минус 2. Бұл жерде 3 факториалдар қысқарады, 5-тің 4-ке көбейтіндісін 2-ге қатынасы 10-ды береді. Яғни біз 5 қаламның екеуін 10 тәсілмен табатындығын таптық. Келесі тура осы сияқты енді 3 карандаштың екеуін табу формуласын табу керек. 3 факториалдың 2 факториал 3 минус 2 факториал қатынасы, бұл бізде 3-тен 2-ге көбейтіндісінің 2-ге бөліндісі, бұл бізде тең болады 3-ке. Яғни жауабы бойынша 3 карандаштың екеуін біз 3 тәсілмен таңдай алады екенбіз. Енді екеуінен общий қанша тәсілген табу үшін бір-біріне көбейтеміз, және деген амал тұрғандықтан, сонда бізді 10-ды 3-ке көбейтіндісі 30-ға тең болады екен. Жауабы 30 жалпы тәсіл бар. Келесі 10 раушангүлдің 3-еуін, 7 қалампырдың 4-еуін таңдау тәсілін табу керек. Яғни С 10-нан 3 тең болады 10 факториалдың 3 факториал көбейтілген 10 минус 3 факториал қатынасы, бұл бізде 7 факториал көбейтілген 8 9 10-ды береді. Яғни 3 факториалды өзін жазамыз, 720-ның 6-ға қатынасы 120-ны бізге береді. Келесі осы 7 қалампырды табамыз. 7 қалампырдың 4-еуін табу үшін 7 факториалдың 4 факториал көбейтілген 3 факториал қатынасы қысқартамыз. Сол кезде бізде көбейтулер амалын қолданған кезде 840-ның 24-ге қатынасы береді. Ол бізде 35-ке тең. Енді тура өткен есептегідей бір-біріне көбейтеміз. Сол кезде 120 мен 35-ның көбейтіндісі бізде 4200-ді береді. Сонда жауабына біз 4200 жалпы таңдау тәсілі бар деп жаза аламыз. Мәтін есептің соңғы есебінде 20 ер баланың екеуін, 21 қыз баланың екеуін таңдау тәсілін табу керек. Яғни біз 20-дан 2 тең болады 20 факториалдың 2 факториал 20 минус 2 факториал қатынасы. Бұдан бізде 18 факториалдар қысқарады, 20 көбейтілген 19 бөлінген 2 бізде 190-ға тең болады. Келесі тура осы сияқты 21 қыз баланың екеуін таңдау үшін біз С 21-ден 2 тең болады 21 факториалдың 2 факториал 21 минус 2 факториал қатынасын жазамыз. Бұдан 19 факториалдар қысқарады, 21 мен 20-ның көбейтіндісінің 2-ге қатынасы, бұл бізде 210-ды береді екен. Тура осы сияқты екеуін бір-біріне көбейтеміз. Сонда С 21-ден 2-ні көбейтеміз, С 20-дан 2 факториал, яғни 210-ды 190-ға көбейтеміз. Сонда бізде барлығы бір-біріне көбейткен кезде мәні 39900-ге тең болады екен. Яғни жауабы 39900 таңдау тәсілі бар. Келесі соңғы қарастыратын тепе-теңдікті дәлелдеу есебінде біз терулердің қасиеттерін пайдалана отыра шығаратын боламыз, және оларды бірге дәлелдейміз. Бірінші қарастыратын есебіміз С 8-ден 4-ті қосамыз, С 8-ден 3-ке тең болады С 9-дан 4. Бұл рекурренттік қатынастың қасиеті бойынша шығарылған есеп, яғни К-ның мәндері мен N-ның мәндері бір-біріне сәйкес келіп тұр. Яғни бірінші тепе-теңдік
қасиеті орындалды. Келесі есептегі қосындылардың мәнін жеке-жеке қарастырайық. Ең бірінші тұрған екі қосылғыш С8-ден 4 қосылған С8-ден 3, бұл бізде С9-дан 4-ті береді. Яғни қасиет бізде орындалады. Келесі осы С9-дан 4-ке қосамыз С9-дан 5-ті, тем осы 10-нан 6. Яғни бұл жерде бізде қасиетіміз орындалмайды, себебі бұл жерде берілген К-ның мәндері үшеуі де әртүрлі. Бұл тепе-теңдіктің дұрыс емес екенін дәлелдеу үшін жеке-жеке есептерді шығарып көрейік. С8-ден 4-тің мәні бізде бұл 8 факториал мен 4 факториал мен 4 факториал қатынастары қысқартулар жасаған кезде ең аяғында 1680-ның 24-ке қатынасы 70-ті береді екен. Келесі С8-ден 3-ті тура осы тәсіл арқылы шығарсақ, біздегі пайда болатын мәні 8 факториалдың 3 факториал 5 факториалға қатынасы. Бұнда бізде қысқартамыз, сол кезде 56-ға тең болатын мән шығады. Одан кейін ең ақырғы С9-дан 5-ті де шығарайық тура осымен. Сонда 9 факториалдың 5 факториал көбейтілген 4 факториалға қатынасы. Бұл бізде қысқартулар енгізу арқылы шығаратын болсақ, 15120-ның 120-ға қатынасы, сонда ең аяғында бізде 126-ны береді. Теңдіктің оң жағындағы мән есептейік. С10-нан 6, бұл бізде 10 факториалдың 6 факториал 10-6 факториал қатынасы. Яғни 10 факториал бөлінген 6 факториал көбейтілген 4 факториал. Осы жерден қысқартулар жасаған кезде бізде 4 факториалдарды қысқартып тастаймыз. Ең аяғында бізде 151200-дің 720-ға қатынасын береді. Яғни бұл бізде 210-ға тең. Біздің теңдіктің сол жағында 252, ал оң жағында 210 деген мән шықты. Яғни тепе-теңдігіміз бізде бір-бірінен тең емес. Бүгінгі сабағымыздың соңғы есебі бұл бізде терулердің соңғы қасиетіне сәйкес келеді. Бұл биномдық теорема. Яғни 2n-ның дәрежесі. Бұл бізде n-іміз бізде бұл жерде 6-ға тең. Сонда 2-ның 6 дәрежесі 64-ке тең. Бізде биномдық теоремамыз орындалып тұр. Яғни үшінші теңдігіміз бізде бір-біріне тең деген қасиет дұрыс. Егер де бүгінгі шығарған есебіміз сендерге түсінікті болса, келесі видеода кездескенше.